Приветствую вас на обучающем Ел курсе байлығы оқу курсына қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Салықов Дәурен. Мен Ангус Қазақстан Республикалық палатасының жетекшісімін. Және бүгін біз ангус тұқымы және оның артықшылықтары туралы сөйлесетін боламыз. Ангус тұқымының тарихы 200 жылдан асады. Оны Ұлыбританияда Абердин мен Ангус графтығында шығарған болатын. Бұл тұқым бүгінгі күні бүкіл әлемдегі жергілікті тұқымдардың арасында нөмірі бірінші болып табылады. Қазақстанға алғаш рет ангус тұқымының аналық мал басы жаппай импорттала басталды. Бұл 2010 жылдан бастап ірі қара малдың экспорттық әлеуеті бағдарламасы басталғаннан кейін. Бүгінгі таңда ангус тұқымы Қазақстанда өте танымал және ангус тұқымының 160 мыңнан астам асыл тұқымды басы бар. 3 мыңға жуық фермерлер мен палата мүшелері өсіруде. Біздің палатамызға палатаның 103 мүшесі кіреді. Бізде Қазақстанда ангустың орташа басы 800-ге жуық асыл тұқымды ірі қара малды құрайды. Ангус тұқымы, мен бұрын айтқанымдай, ет тұқымдарының арасында әлемдік көшбасшы. Бұл неліктен? Себебі 200 жыл бойы ең жақсы генетиктер осы тұқымды жақсарту үшін жұмыс істеп келеді. Ангус қызыл және қара түсті болып бөлінеді. Оның негізгі артықшылықтары төлдеудің жеңілдігі. Бұл өте мықты аналық инстинкт және кез келген ауа райына көнбістілігі. Мысалы, біздің Қазақстанды алсақ, бізде үлкен мемлекет, шөлдерде, тауларда, жазықта және тозған жайылымдарда бар. Бүгінгі таңда біз бүкіл Қазақстан бойынша ангус тұқымы бар деп сенімді түрде айта аламыз. Соңғы жылдары ол шөл далалы Маңғыстау облысында болған жоқ. Бірақ өткен жылдан бастап фермерлер оны сол жерде өсіре бастады. Және ол өзін сонда көрсете бастады. Ангус тұқымы үшін сізге күрделі құрылым қажет емес. Яғни оларға тек қаша, желден қорғау, жем үстелі және жылытылатын су науасы жеткілікті. Мен мұны не үшін айтып отырмын? Себебі ангус тұқымының ерекшелігі оның көнбістілігінде. Ол қатал қыста, ашық далада өмір сүре алады. Ангустың тағы бір артықшылығы ол әлемдік бренд. Бұл тұқым бүкіл әлемге белгілі, яғни ол генетикасымен емес, премиум дәрежелі етімен де бағаланады. Ангус бренді, егер де сіз онымен ауқымды түрде айналыссаңыз, және сіздің мақсаттарыңыз экспорттық нарыққа шығу болса, ертең ангус еті үшін баға кәдімгі сиыр етіне қарағанда 30-40%-ға қымбат болады. Яғни әлемдегі ангустың бағалығының мәні бар деген сөз. Ангус тұқымын асыраған кезде фермер үшін ең бастысы толық тамақтандыру рационын ұстап өту. Яғни бұл қара шөп, сапалы шөп, балауса жем шөп, силос, сенаж, дән түріндегі концентраттар, жүгері немесе арпа дәндері. Сонымен қатар витамин, минералды қоспалар. Біз азықтандыру кезінде, азықтандыру рационын жасау кезінде осы жануарлардан химиялық қан анализін алуды және жемге анализ жасап оларды салыстыруды. Сонымен қатар жеткіліксіз болған жағдайда минералды витаминді қоспалар түрінде
сатып алуды При полном ұсынамыз. рационе кормления, Толық да, тамақтандыру ангус рационында будет лучше ангус тұқымсыз жануарға қарағанда голова. өзін жақсы көрсетеді. Как я Тіпті сказал, это вот даже бордақылау алаңдарында тұқымсыз мал тәулігіне орта есеппен беспородный скот, он дает, 700-800 грамм салмақ өсімін береді. ну, и при том Сондай же в кормлении тамақтандыруда сондай рационмен ангус тәулігіне 1200 граммнан бере алады. Бұл это расчет как факт. идет? Сколько у вас Рацион есть, қалай сколько есептеледі? поголовья заходит? Қыс мезгіліне сізде қанша мал кіреді? Период. Яғни қора кезеңін өтеді. Содан кейін ақпарат жинастырылады. Сізде қанша қара шөп, Сено, да, шөп, концентраты какие қандай концентраттар бар, жүгері немесе арпа дәні бар, кейбіреулері бидаймен, кейбіреулері жарма дәнмен қоректендіреді. это тут, Яғни идет от есептеу жемнің болуынан құралады. кормов. Содан кейін тамақтандыру рационының өзі есептеледі. Ветеринария тұрғысынан біздің Қазақстанда әр өңірде өз шарттары бар. Бір жерде вакцинация аймағы бар. Бір жерде вакцинациясыз аймақ бар делік. Яғни бұл жерде айта кететін жайт, әр аймақта фермер орындау қажет өз ветеринарлық іс-шаралар жоспары бар. Ангус тұқымының басына қатысты мен сізге келесі ұсыныстар берер едім. Осы жерде аяғынан кері жүру қажет. Қанша фермердің жері бар, қанша жайылымы бар, яғни біздің әр аймақта өз стандарттарымыз бар. Жақсы жайылымдар болған жерде норматив бірге-бір келеді. Жайылым аз болған жерде басына 15 гектар делік. Қазақстан бойынша орташа есеппен мұндай норматив ірі қара малының бір басына 7 гектар болады. Яғни фермердің қанша жайылымы бар, мысалға оның 700 гектары бар делік. Сонда ол тек 100 бастай ұстай алады. Бұдан артық ұстай алмайды. Сонымен қатар тағы бір маңызды бөлігі азық-түлік базасының болуынан итерілу керек. Осы жануарларды тамақтандыру үшін ол қанша жем жинай алады. Мұндай есептеу осыдан кетіп тұр. Бастау үшін сіз 50 бас аналық малды ала аласыз. Осы 50 жануарға біз 2 асыл тұқымды бұқа сатып алуымыз керек. Менің ойымша 3-4 жылдан кейін сіз малдың жарамсыздығын шығару арқылы сізге бұзаулардың максималды санын беріп тұратын өзіңіздің асыл тұқымды ядроңызды құрасыз. Сізде 50 қашар бар деп жорамалдайтын болсақ, пайызбен қарастырайық. Сіз бұзаулардың 80% алдыңыз. Яғни, аналық малдың 20% бұзаулардың осы 20% бермеді. Сіз бұл малдан құтылуыңыз керек. Әр қарай сіз алынған ұрғашы баспақтарды өзіңізге қалдыру арқылы табыннан алып тастаған 20%-ды өтейсіз. Сату арқылы сіз осы тұқымды дамытуға ақша табасыз. Ал бұқаларды өсіріп, асыл тұқымды мал ретінде сатуды ұсынатын боламыз. Әрбір асыл тұқымды басқа 3-ші ұрпағына дейін біз есеп жүргіземіз. Жануарларды сатып алмас бұрын осы маңызды. Сіз 50 қашар сатып алғыңыз келетін шаруашылықты таңдадыңыз дерлік. Сіз жануарларды таңдадыңыз. Енді тізімді Ангус Қазақстан Республикалық палатасына жіберіңіз. Біз асыл тұқымды мәртебесінің болуын тексеретін боламыз. Содан кейін бұл жануарларды
батыл сатып алуға болады. Есть требования Бізде асыл тұқымды бұқаларға қойылатын талаптар бар. Асыл тұқымды бұқа племенной бык екі санатқа бөлінеді. производителей, он делится на Бірінші, категории. екінші санат. Категория. То есть Бірінші санаттағы бұқа, быков это ол бұқа бык тек только может асыл тұқымды малмен ғана племенной скот. шағыл салады. Вторая категория, да, быков. это Екінші быки, санаттағы которые бұқа, работают ол на бұқалар складе. тұқымды өзгертумен жұмыс жасайтын бұқалар, яғни тұқымсыз малмен шағылыстыратындар. Бірінші санаттағы бұқаның екінші санаттағы бұқадан айырмашылығы, бірінші санаттағы бұқаның әкелігі ДНК анализбен расталған, ал екінші санаттағы бұқа ешқандай ДНК анализмен расталмағандар. Біз жыл сайын Америка, Канада, Ұлыбритания сияқты елдерден асыл тұқымды бұқалардың ұрығын импорттаймыз. Және қосымша Еуропа елдерінен ең жақсы генетиканы сатып аламыз. Мұнда біз табынымызды ұрықтандырып, және олардың ұрпақтарын ДНК анализі арқылы растаймыз. Сонымен қатар, сол ұрпақ біздің асыл тұқымды малдарымызды ұрықтандырады. Сізде түпкі мақсат болады. Бұл табыныңызды асыл тұқымды табынға жеткізу, содан кейін асыл тұқымды жануарлар болған кезде бұл жануарлардың бағасы 2 есе асады. Кез келген мал шаруашылықты бизнес ретінде қарастыру керек. Яғни сіз әрқашан бәрін есептеп, тауарыңыздың, яғни бұзауыңыздың құнын білуіңіз керек. Және түпкі мақсатыңызды біліп алуыңыз керек. Сізде бірақ мақсат көп бұзауды сақтап қалып, қымбатырақ сату. Мен айтқанымдай шаруашылықтың ең жақсы моделі арзан бұзау алып, жақсы генетиканы қолданып, және оны одан да қымбатқа сату. Қазақстанда асыл тұқымды сатылымның шыңы, егер бұқалар туралы айтатын болсақ, бұл сәуір, мамыр айлары. Қашарлар, бұл бізде күз. Неліктен сәуір, мамыр айлары? Себебі осы кезеңде барлық фермерлердің көпшілігі өз табындарын жайылымға шығарады. Жалпы табын шығарылғаннан кейін, олар әрқашан асыл тұқымды бұқаларды салады. Осы кезеңде бұқа бір жастан 14 айға дейінгі жасқа жетуі керек. Ал олардың салмағы 350 килограмм және одан да жоғары болуы керек. Бұл нәтижеге жету үшін фермер өзінің асыл тұқымды отарын ақпан, наурыз айларында ұрықтандыру керек. Ұрпақ алу үшін ол желтоқсан, қаңтар айларында төлдейді. Бұл цикл өткен кезде қаңтарда ол бұзау болады. Содан кейін ол малды жайылымға шығарады. Емізу кезеңінде бұзау үнемі анасымен бірге болады. Тек содан кейін біз бұл бұзауды 6-7 айында бөліп тастаймыз. Бұл яғни күз мезгілінде. Сосын күзде бұл бұзау қыс кезеңіне кіреді. Содан кейін қыс мезгілінде мал қорада оның құнының өсуі басталады деп айтуға болады. Қаңтар айында бұл бұқашық бір жасқа жетеді. Мен айтып өткенімдей, сәуір айында бұл бұқаның салмағы кемінде 350 килограмм болуы керек. Егер сізде төлдеу мамыр айында, мамырда немесе маусымда болса, онда бұл бұзау сізде 2 қысты өтеді. Себебі мамыр немесе маусым айларында туылған бұл бұзау келесі жылы сәуірде және мамырда бұқаларды сату критерийлері бойынша өтпейді.
яғни То есть он, бұл бұқаша табынды физикалық тұрғыда ну, ұрықтандыра алмайды. не пройдет Бұл қожалық оны фермада қалдыруға мәжбүр болады. на плем реализацию, да? Тағы да жайылымдық кезеңнен кейін То есть этот бычок, он бұл бұқа қора кезеңіне стадо. екінші рет кіреді. И это хозяйство вынуждено... Осы кезеңде оның өзіндік құн артады. Ну, у себя на ферме. Содан И кейін опять же, сәуір, пастбищного мамыр айларында ол өткен жылы сатылатын бағамен на сатылады. стойлый период, где Егер біз асыл тұқымды бұқаларды сататын болсақ, на этот момент, онда на бұл этот период и сәуір, стоимость будет мамыр айлары. увеличиваться. И потом уже Бұл опять асыл же, тұқымды сату кезеңі месяце және реализован ең жоғары баға кезеңі. Осы екі айда бағалар ну, и әрқашан если мы продаем жоғары болады. племенных Егер быков, то это сіз тауарлық және тұқымсыз ну, мал шаруашылығымен айналысатын болсаңыз, пик және сізде в эти 2 месяца. жарты тұқымдылар Если вы болса, занимаетесь яғни ангустан алынған бұқашалар болса, ну, и беспородным, да, онда сіз бұқаларды этот, у вас есть күзде полукровки, желінен бөлген кезінде эти же бычки, сатуыңыз керек. Яғни, были получены от ангуса, то егер сізде тауарлық шаруашылық болса, сіз әрқашан қысқа тек аналық баспен вы должны бұқасыз кіруіңіз керек. только с маточным Ал асыл тұқымды репродуктар үшін қыс мезгілінде бүкіл ортамен да, тут надо бір рет қана кіру керек. зайти в зимний период. Асыл тұқымды малды сату бағасының шыңы болған кезде оларды Месяцы, когда пик цен сәуір, на плен продажи, мамыр ну, их, айларында сатқан жөн. да, телочки чуть по-другому. Қашарлар Ну, в принципе, басқа схема бойынша жүреді. телу, то есть, Олар когда төлдеумен у жүреді, них вес яғни туылған кезде ұрғашы бұзаудың орташа салмағы 25 килограмм. Бұқаларға қарағанда әлдеқайда аз. Желінен ажырату кезінде олардың орташа салмағы 250 килограммға жетеді. Содан кейін біз бұл қашарларды ең аз салмағы 350 килограммға жеткенде шағылыстыруға жібереміз. Яғни жасы 1 жылдан года до 15 айға дейін болуы мүмкін. уже сама корова, Содан кейін бізде сиырдың өзі орташа салмақпен 650 килограммға жетеді. опять же, в зависимости, Бұл да генетикаға байланысты болып келеді. если Американдық, скот, там, канадалық малдарының то есть они, сиырлары үлкен, салмағы 1 тонна. если взять Егер біз австралийский, австралиялық генетиканы алсақ, там уже онда аналық мал орташа жинақы шамамен 500, компактный, где-то 600, вот 650 килограмм. 600-650 килограмм. Импорт Біз сырта, Қазақстанда вот, это у нас ақш, ранее был с таких Канада, США, Канада, Австралия сияқты елдерден мал импорттадық. Казахстан, ну, и пришли Осы малмен Қазақстанға жаңа технологиялар келді. технологии, Біз да, сол жерден получается, көптеген ну, и тәжірибелерді алдық. Құрылыс тұрғысынан ұстау, строение, тамақтандыру, да, ну, этот, сондай-ақ көбейту тұрғысынан. таких, Егер біз шетелдік тәжірибені алсақ, много практики. онда олар көбінесе бизнесті кеңейтеді. Если опыт Олардың бордақылау алаңдары үлкен. Бір бордақылау алаңында 50-120 мың бас тұрады. Егер біз асыл тұқымды шаруашылықтарды алсақ, мысалы фермада 1000 бас болса, онда оны бір отбасы, яғни күйеуі, әйелі, баласы ұстайды. если взять, ну, Ең жақсы жағдайда әкесі оларға взять, ну, көмектеседі. 1000 голов. Біздің жағдайда бұл табын үшін бізде 40-қа жуық адам жұмыс істейді. Муж, жена, Яғни ребенок, ну, еще в лучшем случае, оларда бұл бүкіл процесс еще живой. орталықтандырылған және игерілген. У нас на Фермер не істейді? работает около Оның міндеті
тек шөп шабу және қыста уақытылы малды жемдеу. Ветеринарлық іс-шаралар тұрғысынан оның қашан, қандай препаратты енгізу керектігі, малды қашан дайындау керектігі туралы кестесі бар. Оларға ветеринарлар тобы келеді. Олар бұл жұмысты жасайды да кетеді. Барлығы анық. Барлығы кесте бойынша. Егер жасанды ұрықтандыру қажет болса, фермер компаниямен келісім шартқа отырады. Бұқа ұрығын таңдайды. Олар келеді де бұл жұмысты жасайды. Және бәріне кепілдік береді. Сонымен қатар, барлық жерде олар өте жақсы нәтиже көрсетеді. Тағда олардың артықшылығы неде? Оларда бүкіл әлемдік нарық ашық. Олар өз жануарларының етін бүкіл әлемдік нарыққа экспорттай алады. Яғни олардың сату нарығы өте үлкен. Және олардың баға саясаты да өте жақсы. Яғни бізде Қазақстанда атқаратын көп жұмыс бар. Біздің де жолымыз болды десе болады. Біз елдердің ең жақсысын ғана алып, осы тәжірибені енгізіп, оны бейімдеп, одан әрі ілгерілете аламыз. Технологияның мәні күрделі құрылыссыз, ең аз шығындармен ферма салу. Оларда арнайы тамақтандыру үстелі, астаулары, олардың арнайы өлшемдері, параметрлері бар. Олар міндетті түрде ені 2,5-3 метр болатын бетон алаң салады. Біз су жылытатын автонауаны олардан алдық. Ал мал тұяғы мен науаны сындырмау үшін олардың айналасында бетонды жабын жасау керек. Америкадан бізге ірі қара малмен жұмыс істеуге арналған бекіткіш станоктар келді. Яғни біз малды өткізіп, тыныш өлшей аламыз. Айталық, 3 сағат ішінде 2 адам 200 бас табынды өлшей алады. Және бұл айқайсыз, жеке тоздырусыз малды ұрмайды. Сонымен қатар, бізге мал айдау жүйесі мен бекіткіш станоктарда келді. Малдың өзі сонда кіреді. Біз оны қысып өлшейміз. Біз 2015-2016 жылдық ангус тұқымының малдарына чип енгізіп қойдық. Олардың электронды мал сәйкестендірулері бар, және әр фермада чип сканері бар. Онда сіз онымен оның деректерін, салмағын, сол жануармен қандай амалдар атқарылатынын жазаласыз. Содан кейін босатасыз. Ал мал аз күйзеліске ұшырайтын болады. Ангус тұқымын импорттаудың арқасында біз мұнда жаңа технологиялар әкелдік. Бірақ біз олармен қалай жұмыс істеу керектігін көрсетеміз. Бұл біздің қолымыздан жақсы келіп жатыр. Тағы шетелде бізге өте ұнағаны жайылымдық мал ұстау. Жайылымдардың периметр бойынша да ішкі жағынан торлары мен қоршаулары да бар. Әр торларда осы автонаулар орнатылған. Олардың жайылымдарының барлығы өсіріледі. Бұл жайылымдар 5 жылда бір рет егіледі. Яғни мал жай ғана тордан торға ауысып отырады. Бір торда ол 7-10 күн болуы мүмкін. Фермер өз малын 7-10
10 күнде от клетки бір рет қана көреді. он где-то стоит Бұл малды 10 дней. қақпаны ашып, бір тордан екіншісіне айдау үшін, 70 оны жабу үшін сонымен болды. Ол кетеді. чтобы скот Бізде пригнать с одной Казбиф, в другую, ее Атамекен Агро сияқты үлгілі фермалар бар. как Казбиф, да, Казбифті американдықтар салған. Агро, да, Атамекен вот, в Казбиф, Агроны канадалықтар салған. Жобасы мен мазмұнын. Агро, да, это Егер біздің канадцы, да, 103 шаруашылығымызды алсақ, они это онда бізде в таких жайылымдары қоршалған және 103 хозяйства, да, у нас былайша айтқанда 10% малды осы жаңа технологиямен ұстайтындардың саны ең көбі 10%-ды құрайды. Бұқаларды өлшеу үшін бордақылау алаңдарына айдаған кезде, при парагоне егер малшы бұқаларға айқайласа, откон площадки оларды тезірек жүргізу үшін таяқпен ұрса, 10. онда Ну, то есть жануар если он на этих 5 быков там крикнул, 7 күн бойы палкой ему там салмақ чтобы бермейді. подогнать, да, это животное. Егер қашарды алсақ, сіз онымен шағылыстырып, И она не будет давать ұрықтандырып, жайылымға жібердіңіз делік. тёлка, да, вот, Содан кейін бұл вы ее покрыли 100 бас табынды допустим, сіз и пустили на пастбище, қайтадан түнде айдап это қамадыңыз. стадо, да, и 100 голов. Таңертең қайта шығардыңыз. Ночью на ночь Сіз айдаған кезде малша айқайлап, или там осы жануарларды покричал, қамау үшін қамшымен ұрды. чтобы, да, ну, эти Онда бұл қашарлардың 1-2% да будет эмбриональды өлім болады. смертность. То есть Олар бұзауларынан а если айырылады деген сөз. то есть коровы, они Егер босануға есть риск, жақын буаз сиырлар болса, они теряют телят оларда түсік тастау қаупі бар. Яғни в контакте. бұзауларын жоғалтады. Жануарлармен байланыста болудың көптеген кемшіліктері бар. Сондықтан Контактировать. жануарлармен мүмкіндігінше аз байланыста болуыңызды ұсынамыз. Бұзауды желінен бөлгеннен кейін оларды Породного сату кезеңі басталады. в основном Тауарлық. Тоқымсыз мал мен жартылай тұқымды малды негізінен күзде сатады. этот скот, Осы кезеңде барлық бордақылау алаңдары жаппай мал, то есть бұқа сатып алады. возьмем в виде примера, Яғни осы кезеңде ең жақсы баға. осенью Мысал ретінде, беспородный скот өткен 750 2022 жылды алайық. средний вес Күзде этого бычка тоқымсыз малдың тірі салмағы килограммы үшін баға 850 теңге болды. Бұл стоимость бұқашықтың бычка где-то желінен бөлген кезіндегі орташа салмағы 130 килограмм. Яғни давайте этот бұл бұқашықтың бір басының құны когда этот шамамен бычок 120 мың теңге. Бұл тоқымсыз бұқа бордақылау алаңына кіргенде, онда свой разработанный бордақылау алаңында өзіндік құрастырылған рационы болады. стартовый отход. Онда бастапқы бордақылау деген ұғым бар. Да, дни Яғни питания этих бычков на этот бордақылау алаңында ұстаудың алғашқы күндерінде бордақылау осы бұзаудың на рост өсуіне то есть жұмыс істейді. потом, ну, там, Содан кейін бордақылау алаңы уже этот осы бұзаудың етін өсіретіні белгілі болды. Бордақылау алаңындағы тоқымсыз бұзау күніне орта есеппен 700 грамм салмақ береді. откон площадки Оны союға тапсыру үшін тірі салмағы кем дегенде 450 килограммда тапсырылу үшін да, на бордақылау алаңы бұл бұқашаны бір жылдан откон астам уақыт держит ұстайды. больше года Енді этого бычка екінші нұсқаны алайық. откон площадки. Бұл тұқымды бұқашалар, яғни асыл тұқымды ангус бұқасынан және тұқымсыз анадан алынған бірінші Породные бычки, то буын бұқалары. есть
Бұл бұқашалар орташа салмағы шамамен 25 килограмм болып туылады. Бұл бұқашалардың сату уақыты күз мезгілі. 6-8 айында бұл бұқашалардың орташа салмағы шамамен 250 килограммды құрайды. Айтпақшы, тоқымды малдан алынған бұқашалар үшін бізде мемлекеттік қолдау қарастырылған. Және бұл орайда сіз бұл бұқашаны бордақылау алаңына тапсырсаңыз, онда сіз мемлекеттен 1 килограмм тірі салмағы үшін қосымша 200 теңге аласыз. Енді қараңыз, бордақылау алаңдары жартылай тұқымды бұқашалардың, жартылай ангустар деп айтуға болады. 1 килограмм тірі салмағына 1200 теңге баға береді. Бірінші нұсқа тұқымсыз мал, бұның бағасы тірі салмақтың килограммы үшін мен сізге айтқан 850 теңге болды. Мұнда жарты тұқымды үшін 1200, қосымша біз бұл бұқаны бордақылау алаңына тапсырғанымыз үшін, ол асыл тұқымды бұқадан алынған үшін бізге мемлекет қолдау көрсетеді. Яғни, қосымша 1 килограмм тірі салмағы үшін 200 теңге. 1400 теңгеден біз бұл бұқаны бордақылау алаңына тапсырамыз. Егер жиынтықта есептесек, онда бұл тұқымды бұқаны аудандағы бордақылау алаңына сату орта есеппен 340-350 мың теңгені құрайды. Бордақылау алаңында бастапқы бордақылау кезінде бірдей тамақтану рационында мұндай жартылай тұқымды бұқаша көп салмақ береді. Міне, мен осыны айтып отырмын, онда тұқымсыз тұқымды және асыл тұқымды бұқаша да тұруы мүмкін. Айталық, олардың барлығы бір жаста және бір қашада ұсталады, бірдей жем жейді. Тамақтандыру және ұстау кезінде бұл бұқаша күніне орта есеппен 1100 грамм және одан жоғары салмақ береді. Қорытындылайық. Бірінші нұсқада тұқымсыз мал 130 мың теңге. Екінші нұсқада фермер тұқымды бұқа үшін 340 мың алады. Келесі нұсқа, егерде сіз асыл тұқымды табын ұстасаңыз, егер сізде асыл тұқымды мал болса, бұл асыл тұқымды сату. Яғни, біз ешқашан асыл тұқымды сатуды тірі салмақтың килограммымен бағаламаймыз. Өйткені біз ет сатпаймыз. Біз генетиканы сатамыз. Салмағы 350 килограмм және одан жоғары асыл тұқымды бұқаның орташа бағасы басына 650 мың теңге. Миллионға да сатып жатқандар бар. 500 мың теңгеге сатып жатқандар да бар. Міне, бізде бағалардың айырмасы осындай. Бұл бұқа үшін фермер 650 мың теңге алады. Егер біз 1 килограмм тірі салмаққа аударатын болсақ, онда 1 килограмм тірі салмаққа шамамен 2000 теңге және одан жоғары. Енді бағалар бойынша тұқымсыз мал бордақылау алаңынан сатып алу бағасы 850 теңге. Тұқымды мал, яғни ангус тұқымды бұқадан алынған бұқа, субсидияны ескере отырып, бағасы 1400 теңге. Асыл тұқымды мал, оның бағасы 1 килограммы тірі салмағы үшін 2000 теңгеден асады. Бағаларға қарап, өзіңіз ой қалыптастыра аласыз. Тұқымсыз табын ұстайтын адамға асыл тұқымды бұқа сатып алу әлдеқайда тиімдірек болады. Бұл жерде бұқа өзінің ұрпағымен
яғни Нового быка. бұзаулармен То есть, ақтайды. и приплодом Оларды бордақлау алаңына тапсырғанда қосымша телятами, и когда он будет, пайда издавать көресіз. на этот, на твоем площадке, Сонымен қатар осы бұқалардан жақсы и даже будет аналық в плюсе будет. табын Плюс он аласыз. получит еще Қорытындылай келе, это мен себе хорошее кез келген фермерге масло, которое этот, осындай вот этих быков, ұсыныстарды если подвести берер едім. итоги, я бы дал бы Ангус рекомендацию. бүкіл әлемдегі бірінші бренд екендігі ақиқат. Это бизнес, Оны бүкіл әлемде біледі. Ангус, да, это бренд. Егер сіз осы бизнесті үлкейткіңіз келсе, ертең Хотите в этом ангус етінің экспорты басқа тұқымдармен салыстырғанда при экспорте 30% породы ангус, да, этот, у вас цена қымбатырақ болады. процентов 30 дороже Бұл по сравнению с другими породами. біріншіден. Это раз. Екіншіден, Второе, ангус это не көнбіс такие жануар животные, болып келеді. как я ранее говорил. Бұрын айтқанымдай, И содержать ол это, қыстың и қатал жағдайында да, в суровых зимних, Маңғыстау да, это, условиях, облысындағыдай шөлдерде де өсірілуі мүмкін. пустыни, Яғни, этот, у нас бұл жануар кез келген климаттық жағдайда өте жақсы нәтиже көрсетеді. Қосымша тұқымдық түрлендіруде мен она показывает оны хороший ең жақсы и тұқым деп есептеймін. породное преобразование. Неліктен? Я считаю, что это лучшая порода. Бұл жерде потому что она айта кететін жайт, легкостью оның вы можете төлдеуі жеңіл өтеді. маленьких телят, Сіз которые будут набирать болашақта үлкен салмақ қосатын кішкентай свои бұзауларды и ала аласыз. ангус Бұл сиырдың также ценит денсаулығын сақтайды. Қосымша ангус тек генетикамен ғана емес, етпен де бағалы болып келеді. Бұл премиалды ангус еті әлемде ғана емес, Қазақстанда да бағаланады. Біздің барлық рестораторларымыз бұл етті қажет етеді. Біз тек Қазақстандағы өз қажеттілігімізді шамамен 50% аумағында ғана қамтимыз. Негізінен біз әлі де ет импорттаймыз, бірақ әлі де өсуге жол бар. Көп жұмыс істеуіміз қажет.